Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Allah Teala her günümüzge bereke, hayır versin. Dua tileklerimiz kabul olsun. Ustagan orazalarımızda, okukan Kur'anlarımızda, beregen azdı көп sadakalarımızda Allah Teala өзінің разылығымен kabul etsin. Енді кезекті Құран хатымның толықтай сауабын Абай Құнанбаев дейміз ғой. Абай Құнанбайұлы атамызға бақш етеміз. Енді Абай атамыз туралы айтпаса да түсінікті деп ойлаймын. Мектеп кезінен, оқу кезінен бастап Абайдың көп болмаса да сәл өлеңдерін жаттап өстік бәріміз. Жаңағы жаз дейміз, қыс дейміз, тағы сондай секілді өлеңдерін бәрін оқыдық. Абай атамыздың қазақ еліне, қазақ жұртына сіңіріп кеткен еңбегі өте орасан зор. Оны айтпасақ та, оны ойламасақ та, әрдайым ойымызға да, амалымызға да келіп тұратын ол сөзсіз. Сондықтан Абай атамыз жылын да айтпай қойсақ та болады шығар. Жылын бәріңіз білетін шығарсыздар, кім білет қай жылы дүниеге келгенін. Енді Абай атамыз өзінің өлең шумағында айтады: кеше балайын келдің ғой талай жасқа деп. Кеше бала едік, қазір қанша жастамыз барлығымыз. Бір үйдің отағасы, бір үйдің отанасы. Осындай ғұмырға берген Алла Тағала саған шүкір. Бірақ кеше балайын келдің ғой талай жасқа, көз көрді бір қалыпта тұра алмасқа деп айтады. Көзіміз көріп тұр, ешқашан бір қалыпта тұрмаймыз. Уақыттың, секундтың өтуімен біздің де өміріміз жылжитыны сөзсіз. Бірақ адамды сүй, Алланың хикметін сез, бұл өмірде не қызық бар одан басқа дейді ата-бабамыз. Адамды сүй дейді. Адамды сүй, адамды жақсы көр, адамның жақсы қасиетін де жақсы көр, жаман қасиетін де жақсы көр. Ол адамды жек көріп кетпе. Өйткені адам пенде болғаннан кейін қателеседі, кейде сүрінеді. Сүрінгені сүріне қосылып, оған қосылып кетпестен, керісінше демеп көтеріп жіберетін болсақ, онда ол ең жақсы құлдардың, ең жақсы адамдардың қатарынан боламыз. Алланың хикметін сез дейді. Алланың хикметі бұл өмірде берген Алла Тағала біздерге санаулы ғұмыры, Алла Тағаланың біздерге берген сансыз нығметтері, осының бәріне шүкіршілік қылу, Құдайға құлшылық қылып, Құдайдың сүйікті құлдарының қатарынан болу баршамызға ортақ міндет. Сондықтан бүгінгі Құран хатының толықтай сауабы Абай Құнанбайұлы атамызға бақш етеміз. Абай 1845 жылы дүниеге келген. Білесіздер, Абай облысы Семей қаласында дүниеге келген. Сол жақта өзінің бұрын соңды тұрған үйі бар. Білесіздер, музей болып тұр қазір. Сол жерде бұрын соңды жазған қаламдары, дәптерлері деген секілді сол естеліктерді сол жақтан көрсек болады. Өйткені көзбен көріп, қолмен ұстап, жүрекпен сезгенге ештеңе жетпейді. Міне сол үшін бүгін Абай атамызға арнап Құранның толықтай сауабын Абай Құнанбай атамызға бақш етеміз. Өйткені қазақ жұрты үшін, қазақ елі үшін, қазақ халық үшін ол кісінің сіңіріп кеткен еңбектері көп. 45 қара сөз дейміз, 42 қара сөз дейміз. Сол қара сөздерін бәрін жаттамасақ та оқып, амалымызға асырсақ, ол күнімізге бізге береке, жақсы, хайырлы істерден болар еді. Сол үшін Абайды оқыңыздар. Енді Абайды оқысақ бар ғой, оның ішінде Құран да бар. Абайды оқысақ, оның ішінде тәлім-тәрбие де бар. Абайды оқысақ, оған ата-анаға құрмет қылу да бар. Абайды оқысақ, оның ішінде көп біз осы өмірде қолдануға сабақ алатындай, бір үлгі алатындай дүние көп. Біздер тек оқымаймыз. Алла Тағала айтады ғой, оқы, жаратқан Раббыңның атымен оқы дейді. Сондықтан біз оқу керекпіз. Оқыған кезде біздерге білім қонады, ілім қонады, жақсылық қонады, береке қонады, адамдармен сыйласуды үйренеміз деген секілді. Енді Құранның толықтай сауабын Абай Құнанбайұлы атамызға бақш етеміз.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Әмин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алла Тағалам осы қасиетті толықтай Құран хатымның толықтай сауабын بخش етеміз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма тақаббал минна хадихи дуа ختم القرآن. Аллахумма архамни بالقرآن واجعله لإماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ونسيت علمنا منه وجاهلت ورزقنا تلاوته الليل وطرف النهار واجعله لحجة رب العالمين. اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري وأصلح دنيا التي فيها معاشي وأصلح لآخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زينة لي في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم واجعله خير العمر آخره خير العمل خواتمه خير الأيام يوم ألقم فيه. اللهم إننا أسألك عيشة هنية وميتة وسوية ومرض غير مخس ولا فادح. اللهم إننا أسألك خير المسألة خير الدعاء خير النجاح خير العلم خير العمل خير الثواب خير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل مواني وحق إيماني ورفع الدرجات وتقبل صلاتي واغفر لخطيئتنا وأسألك غلامين من الجنة. اللهم إننا أسألك موجبة راحتك وعظيم مغفرتك وسلامة من كل إثم غنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الطواعين عذاب الآخر. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول بنا وبيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ومن تغلبون بها جنتك من اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتع بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحييتنا واجعله وارثين منا واجعله ثأرنا من على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أخيار وسلم تسليما كثيرا. Аса қамқор ерекше мейірімді Алла Тағалам осы қасиетті Рамазан айында, қасиетті жұма күні толықтай Құран хатымының сауабын Абай Құнанбайұлы атамызға бақыш етеміз. Жатқан жерін жайлы, топырағын торқа, қараң жерін жарық қыл. Осы қасиетті Құран нұрын ол кісінің қабірін нұрландырып, ол кісінің қабірін жәннатта бақтар еткейсің. Алла Тағала Құнанбай атамыздың және Құнанбайұлы Абай атамыздың осы өмірде жасаған ізгі амалдарын, ұрпаққа қалдырып кеткен санаулы ілімдерін, білімдерін, өсиеттерін Алла Тағала біздерге қайырлы берекелет. Осы дүниеде жасаған ізгі амалдарын, қайырлы дұғаларын, қайырлы амалдарын, қайырлы сауапты істерін артында қалған қазақ еліне, қазақ жұртына қайырынан, берекесінен бергейсің. Абай атамыздың осы өмірде жасаған әрбір жақсы амалдарын қабыл етіп, сол Абай атамыздың қалдырып кеткен өрең жолдарын, жақсы амалдарын, ілімдерін, білімдерін сіңіріп, саналы, салиқалы ұрпақ болып өсуімізге Алла Тағала өзің жәрдем бергейсің. Атамыздың жатқан жерін жайлы, топырағын торқа, қараған жерін жарық қыл. Осы қасиетті Құран кәріммен қабірін нұрландырып, ол кісінің қабірін жәннатта бақтан еткейсің. Жатқан жерін жайлы, топырағын торқа ет. Аллаху акбар. Осылай Абай атамызға толықтай Құран хатымның дұғасы бақыш етілді. Алла Тағала баршамызға қайыр береке берсін. Ұстаған оразаларыңыз, жасаған ізгі амалдарыңызды Алла қабыл етсін. Ассаламу